Ассалаумағалейкум барша төбет сүйер қауым, құрметті көрермендер, сіздермен бірге қазақ төбет арнасы және мен Нұр. Бүгін біз питомник Алим, яғни Абдусамат ағамыздың төбеттерін тамашалауға келдік. Біздің каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Кеттік. Ассалаумағалейкум, Абдусамат аға, қалайсыз? Алейкум ассалам, рахматуллахи. Абдусамат аға, сіздің төбеттерді тамашалап, питомнигіңізді көргіміз келіп, бізге келіп жатқан түріміз осы. Сіздің төбеттерді тамашалауға бола ма? Болады, әрине болады. Қош келдіңіздер. Болды. Көрейік төбеттеріңізді. Әкем болады. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Марксі Бекзат деген осы Шымкент қаласында ветврач. Осы біздің төбет тестілеуге қатысатын төбеттерді арнайы осы кісінің қарамағында осы кісі қарайды. Таныстан мұқаңыз мұны. Біз Бекзат екеуміз иттердің жағдайын көріп отқан едік. Дұрыс аға, иә. Тексеріп денсаулығын. Абдусамат аға, төбеттеріңізді тамашалап жаңағыдай таныстырып өтсеңіз енді. Мына жерде тұрған төбетіне жас төбет. Жасы 2,5-да. Кет, Дайхан, кет. Кет, айзалар. 2,5 жасар, Дайхан деген. Өзбекстаннан келген, Өзбекстаннан алдырғанбыз. Салмағы қанша келді? Салмағы 56-60 килоның арасында. 56 килограммға, тестілік сынақта 56 килограмм ойнайды. 24-26. Жақсы екен. Мынау Мойнақ деген төбет. Аса ауыр салмақта, салмағы 90-ның үстінде. Бұл Жамбыл облысының чемпионы. Қазіргі таңда тестілеу сынақтан СНГ-де 4-ші турға өтті. Өзі жақсы көрсетіп жатқан төбеттердің бірі ғой жалпы. Жасы қаншадағы қазір? Бұның жасы 3,5-да. Салмақ ауырса өте ауыр салмақта ғой, иә? Өте ауыр салмақта. Бұның жұмыс салмағы 90 килого, ал былай 95-100 килоға дейін бара береді. Өте тамамша. Алпамса дейді. Әдемі төбет екен, үлкен төбет екен. Сар төбет өзі. Қазақтың бай төбеттеріне келеді. Не қаннан Абдусамат аға бұл төбет? Бұның қаны атақты осы Қазақстанда Мойнақ деген ит болған. Сол Мойнақтың қандары әзіргі таңға дейін жақсы ойнап келатыр. Сол Мойнақтың қаны ас жағы баяғыда Кавказдан келген Қара Кене деген ит болған. Әлем чемпионы болған, Али деген ағамыз алып келген. Сол Қара Кененің қызы үсті бағанағы старый Мойнақтардың, плоский Мойнақ, чип солардың қандары. Өте тамаша. Тегі өте чемпиондардың тегі. Өте тамаша. Келесі төбетіңізді таныстырып өтсеңіз. Бұл Шайқас деген төбет. Әлем чемпионы. Қазіргі таңда Алашорда турнирінде, тестілік сынақта, полуфиналда Қытай қаласы ойнап отыр. Демек өзін жақсы көрсетіп жатқан төбеттердің бірі ғой бұл. Қазір енді Қазақстанда топ-10-тегі мықты төбеттердің біреуі десек қателеспейміз. Қанша салмақтағы төбет? Салмағы 56 килограмм. 25,5 килограммға төбелесіп. Тестілік сынақта өзін көрсетіп жүр. Өте тамаша. Су төбет екен, ә? Кел. Тұр. Бұл еркекте Сізге еркелеп отыр ғой. Айзалар. Ана бағытан жауырсан. Молодец, Шайқас. Су төбет екен. Ал мынау Самрух деген төбет. Менде Құттаяқ деген төбет болған, Кутя, әлем чемпионы. Сол Кутяның немересі. Бұның қанында бағанағы старый Мойнақтың қандары бар. Тегінде. Плоский Мойнақтың қандары бар. Әлемде аты шыққан Қайтмаз деген ит болған, соның қандары. Өте тамаша. Бұл 3,5 жасар. Бұл төбет қазіргі таңда тестілік сынақтан Қазақстан біріншілігінде ойнап отыр. Бұл жерде полуфиналда. Және СНГ-де 4-ші тур болды. Бір жылда 2 чемпионатта жүрген. Демек мықты төбет қой. Құдай қаласа чемпион болсын. Көреміз биыл. Чемпион болуына дайындап осы. Оның бәрі сіздердің еңбектеріңіз ғой. Енді Абдусамат аға төбеттеріңіз көріп жатырмыз.
осы төбетке қай уақыттан бері қызығып жатырсыз жалпы? Төбетке өзі жан жануарларға негізі жас кез бала кезімізде қатты қызығамыз. Бала кезімізде күшік асырап, ит асырап, солай бұрыннан ит ұстаймыз, төбет ұстаймыз. Неге осы жалпы қазақ төбетке ғана қызықтыңыз аға өзіңіз үйде? Байқап жатырмыз, тек қазақ төбеттер ғана. Бұл ерекшелігі. Қызға да мен овчаркада баққам, ротвейлерде баққам, біраз басқа да породаларды баққам. Бірақ осы қазақ төбетке келген кезде бұлардың мінезі, өзінің тазалығы, үйге деген мысалы қауіпсіздігі жағынан келсек, бұл өте ақылды болып келеді. Өзінің тамақ жеу жағынан да басқа иттер сияқты бұлар көп баса, көп бұлай тамақты жеп, яғыла бермейді, өзіне лайықты жейтін тамағын жейді, қалғанын жемейді. Өте ақылды төбеттер. Үйдегі бала-шағаларға да мінезі жоқ. Бала-шаға кішкентай балалармен ойнай береді, үстелде шыға береді. Балаларға да өз ыңғайлы, адамға да ыңғайлы. Сол себептен осы төбеттерді асырамыз. Күтімі, тамағыға сіздерге қиындық соқпай ма бұлардың? Енді бұл бірінші очередь хобби ретінде ғой, біз қызығып, қызыққандықтан осыларды бағамыз. Аллаға шүкір, бәрі нормально. Енді оңай деп айта алмаймын, бірақ енді өзім қызыққаннан кейін, хоббиіміз болғаннан кейін осыларды баптап, асырап. Енді Абдусамат аға, бізде көрермендер көп комментарийда сұрақтар сұрап жатыр да. Осы төбетті, мысалы, алады ғой, қызыға жас балдар, жас өспірім балдар біз қатар қызығып жатқан кезде төбетке қалай ажырата аламыз, қалай жаңағыдай жақсы төбетті таңдасақ болады деген сияқты сұрақтар көп қойылып жатыр да аға бізде. Сол жағына қалай қарайсыз? Асыраған, алған төбет таңдар кезде ең бірінші оның тегіне қарау керек қой. Тегінде бағанағы қандарына қарау керек. Қаны өзі бағанағы тестілік сынақтан анықталып шыққан мықты төбеттердің қандары болса, сол төбеттердің қанымен жұмыс істеген жас балдарға өздерінің уақытын сая кетірмейді. Сол иттерден бір нәрсе шығады. Например, мына жерде тұрған иттердің бәрі барлығының қандарында чемпиондар отыр. Өте қандары жақсы. Астынан да, асты деген шеше жағы, үсті деген әке жағы, астынан да, үсті жағынан да бір-біріне жақсы таңдалып, түскен күшік кезінен түсіріп, олай асырылып, енді бұның еңбегі жерге қаратып жүрген жоқ, бәрі жақсы ойнап жүр. Солай таңдаса дұрыс, еңбектер зая кетпес. Рахмет аға. Тестілік сынақтың ең бірінші пайдасы сол ғой, бағана. Іріктеп, ішіне мықтыларын алып, солардан күшік алып, малшыларға, мал баққанға, ауыл шаруашылығына текті күшік баққан. Шаруаға да жақсы, балдарға да жақсы, төбетті асырап, тегін дамытам дегенбіз. Төбет тестілеуге қарсы болып жатыр аға, издевательство над животных деп шығып жатыр. Оған қалай қарайсыз? Тестілік сынақ негізі издевательство емес, бұл тестілік сынақта аренада, рингте, ол екі судья жүреді, екі ветврач жүреді, ол жерде боковой судьялар болады, одан кейін әр осы тестілік сынақтың өзінің ережелері бар, ережеге сай екі ит жіберіледі. Ол жерде ешқандай қан төгіс, бұлай иттердің өлуіне дейін жол берілмейді. Жібереміз, тексеріледі, өз бір тексерістен өткеннен кейін судья айтады, алады, біреуіне жеңіс береді, біреуіне жеңіс береді, солай. Ол тестілік сынақ бірінші очередь бізге. Тестілік сынақ болмаса, төбеттің качествосы кетеді, мінезі, құлқы, несі, мықтылығы кетеді. Мысалы, қой бағып жүрген шаруаға мықты төбет керек, қасқырға шабатын. Қасқырға шабатын, ол бағана оның тестіліктен анықталған иттердің төбетін, күшіктерін бақса, олар жақсы көреді. Арнайы ол жерде жаңағыдай ветеринарды кісілер болады ма? Ветеринар болады, ветеринарлар болады. Арнайы ветеринар болады, ол жерде жан-жақта боковой судьялар болады. Дайындап атқан уақытында да, мысалы, арнайы Бекзат деген бауырымыз келіп, біздің төбеттерін арнайы өзі келіп қарап тұрады. Мысалы, бұл төбет тестілеуге дайын емес десе, мен бұл төбетті тестілік сынаққа шығармаймын. Денсаулығына бірінші очередь көңіл бөлеміз, содан кейін ары қарай жүр. Бұл да спортқа жалпы айтқанда. Ұлттық спорт десек, ұлттық спортқа қосу керек бұны, өйткені атадан келе жатқан дәстүр десек те болады. Бұрыннан қазақ ит баққан, төбет баққан, мал шаруашылығында қасында жүрген осы төбеттер. Төбеттердің сөйте тамаша.
біз міне Абдусамат ағамыздың төбеттерін тамашалауға келсек, мұнда Шымкент қалалық номер 1 ветеринар ағамыз бар екен, есімі Бекзат. Бекзат ағадан бірнеше сұрақтарымыз бар еді, сұрасақ бола ма сіздер? Конечно, иә, сұраңыз. Бекзат аға, бұл күшіктер мысалы әр өз уақытында укол салыну керек дейді, витаминдері бар дейді. Иә, обязательно күшіктеріне өз уақытында салатын прививкалар болады. Бір жылға дейін 3 прививка салу керек, витамин беру керек, ішкілік түсіру керек, диетасын соблюдать ету керек, тамақтарын дұрыстап беру керек. Олар күшіктің жалпаға қай уақытта құлағын кескен дұрыс? Күшіктердің туылғандан кейін 7 күн болғандан кейін көзі ашылмай кесудің болады құлақтарын. Либо уже кейін 3 прививка салып болғандан кейін наркоз салып, под наркозом кесіледі, құйрықпен құлағы. Бұл особо осы тестовый испытанияден кейін, жаңа төбеттер тестілеуден кейін сіздер қарайсыздар ғой? Я обязательно после каждого боя травмалары емделеді, антибиотик салынады, әрбір травмасы, гематомасы емделеді. Обязательно курс лечения өтеді әрбір рет. Көп сұралып жатады, зақым қатты келе ме деп, қалай ойлайсыз оған? Зақым қатты келе ма төбетке? Емдеуге ауыршылық қылмай ма сіздерге деген сияқты ғой? Жоқ, ондай қатты жарақат алмайды олар. Жерде судья бар. Судья бар, көп травма алмайды күшіктер. Оған дейін жеткізбейді ғой жалпы травмаға дейін. Шешіп алады. Егесі де қарап тұрады, травма алса шешіп алады иттер. Бұл сұхбатыңызға рахмет, Бекзат аға, біздің бар сұрағымыз болса. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандай питомник Галимов Абдусамат ағамыздың төбеттерін тамашалауға келдік міне. Мұндағы төбеттерді тамашалап жатырмыз қазір. Өздеріңіз көріп отырғандай, шайқас есімі төбет. Біз төбет деп айтуға да, ұялмай айтуға болады жалпы. Қазақ төбеттердің өз мінезі осымен ерекшеленеді деген. Бұлардың адамға ешқандай зияны болмайды екен. Өздеріңіз көріп отырғандай міне ешқандай зияны жоқ. Әйтпесе мен бірінші рет келіп отырмын бұл жерге. Молодец. Абдусамат аға, енді бұл төбеттеріңіздің дайындығы қалай болады? Қалай дайындайсыздар күнде? Төбеттердің дайындығы өзі тестілік сынақтың уақытысына қарай ыңғайлап, график жасап, соған баптап, дұрыс дайындап, өзінің тренировочный процесс дейді. Бұл тренировочный процесімен жақындатып әкеп дайындаймыз. Егер сіздерге қызық болып отырса, қазір дайындыққа... Әрине қызға көрейік. Қазір дайындыққа шығайын деп отыр, онда бірге барып дайындығын тамашалаңыздар. Болды, барып көрейік. Шайқас. Машинаға кел. Жүр дайындық. Абдусамат аға, мына күшік қанша айлық қазір? Бұл күшік қазір 3 ай 10 күн болды. Бұл күшіктің әкесі көргендей осы шайқас әкесі. Бұның шешесі Коба деген әлем чемпионы болған. Сол Кобаның қызы Дюранның тумаласы. Шешесі сол шармай болды. Осыны ит қыламыз деп баптап өзіміз бағып отырмыз. Жалпы жақсы қандардан өзіңізден ғой? Өзі бана қаракене өзінің төбеттері. Мен өзім қандарым, жақсы көретін қандарым осы қаракененің қанымен ескі мойнақ пен қайтмаздардың қандарын қатты жақсы көремін. Особенно жаңа жұмыс жасайтын қандарыңыз сол ғой, Сол, мына жердегі бәрінде қандарында мойнақ пен қаракененің қандары бар. Қайтмаздың қандары. Құрметті көрермендер, біз қазір төбеттерді дайындауға бара жатырмыз. Абдусамат ағамыздың дайындығын көруге, тамашалауға төбеттерін. Абдусамат ағамнан кішігірім сұхбат алсақ па дедік. Абдусамат аға, сіз осы жақсы қандай чемпиондар шығардыңыз төбеттеріңізді? Өзіңіздің есіңізде қалған жақсы, мықты. Өзі ең осы тестіліктен жақсы дәрежеде ойнаған төбеттерім жеткілікті, көп. Біраз жақсы көрсеткіштер көрсетті. Тоқтап айтатын болсақ, мысалы Малыш деген итім болған. Ең бағана алғашқы иттердің біреуі. Ол Малыш алтын бала десе көп адам біледі ол итті. Сол Малыш деген итіміз чемпион Евразии.
сол Малыш деген итimiz чемпион Евразия Лионмен ойнаған. Соны ойнап ұтқан, тағы біраз нелерді тестілік сынақта біраз мықты төбеттермен кездесіп, жеңіске жеткен. Содан кейін Джон деген итім болған төбетін. Джон да өте мықты төбеттермен ойнап, Алматы қаласында ашық Қазақстан біріншілігінде Қырғызстан чемпионы болған. Жан жақтан үлкен ағаларымыз бар, бағана қазақтың төбетін дамытып жатқан. Алматыда Бирхат деген ағамыз бар, Алматыда тестілік сынақты дамытып жүрген Абдурахман деген ағамыз бар. Бирхат ағамыз қанша чемпион әкелді. Одан кейін Талдықорғанда Дәурен деген ағамыз бар. Ол кісі де сол уақытта мықты төбеттерді алып келіп сол чемпионатқа қосқан. Ол именно сол ашық Қазақстан біріншілігі өте мықты, уровені өте мықты болған. Önce мықты төбеттер қатысты сол чемпионатқа. Сол чемпионатта бұна мен Джон деген төбетін біраз атақты иттерді жеңіп, сол біраз СНГ бойынша біраз әжептәуір аты шыққан төбеттің біреуі, ең жақсы көрген алғашқы маған өзім төбет тестілік сынақта төбет асыраушылардың арасында өзі атақ абыройымызды сол төбет арқылы шығарт десем болады, сол Джон деген төбет. Ол Джон деген төбетін Семейде Қазақстан мен Ресей арасында стенка болды. Ресей өзінің мықты төбеттерін алып келді. 4 төбетін біз Қазақстаннан 4 төбет алып барғанбыз. Дәурен ағамызбен қосылып. Сол жерде сол тестілік сынақта 3-3 болып Қазақстан мен Ресей 3-3 болып тұрған кезде бағана Джон жеңіске жетіп, қазақтың төбеттері стенкада отып 4-3 есебімен біз жеңіске жеткенбіз сол Семейдегі ойында. Сол Джон бар, одан кейін Кутя деген итім болған. Тоже әлем чемпионы, атақты атыдан жер жаратын Қаракененің баласы. Біздің қазақтың төбеті Мойнақтың қанынан келген Джонның қандары, сол Кутя бар. Ол Кутяда құттаяқ дейді, оны толық. Сол Кутяны сол әлем чемпионы болған, Қазақстан чемпиондарын тестілік сынақта жеңген, Қырғызстан чемпионы жеңген, Азия чемпионы жеңген, Өзбекстан чемпионы жеңген, көп чемпиондар жеңген төбеттің біреуі. Ол төбетке мықтылығынан Қытай мемлекеті қызығушылығын танытып, Қытайға жақсы ұсыныс болғаннан кейін сол Қытайға сатылған төбетіміз. Құттаяқ деген.